Қарын ашып кетті ғой, не істейміз, Жауап қойсаң? Жабылмай жатыр ғой, шұрқырап тұр қасқызы. Дұрыс, қарын болғаннан кейін ашып тұрады, тамақ ішіп тұру керек. Қойшы, қарын ашса тамақ ішу керек па? Конечно. Шекті онда? Тамақ ішуге вообще желание жоқ, өзім жаңағы қырғыннан аман қалдым. Не қырғын ол сонша? Ой, ана, коқа ғой. Киноға барайық дейді. Қалтада бір тиын жоқ, үйдегілердің кредит төлейсің деген ақшасы бар ғой. Не істейін деп тұрған кезде папасы звондап қайттық қылып, папасына рахмет қайтадан. Сонда проблема қылып бе? Болмайтын нәрсені проблема қыласың. Менде негізі ақша бар еді, сол 5000 теңгені тенниске ұрмай, донор жеу керек еді. Сол кезде аш қарынға емес, тоқ қарынға YouTube көріп отыратын. Осыған таң қаламын ше. Қалай ішпей жемей, ставка тігіп жібересің, түсінбеймін. Ішпей жемей емес қой. Бұны да құтқаратын жерлері болады ғой. Қашан құтқарды? Мысалға, телефон кредитін сонымен жапқам. Негізі басың істесе құтқарады ғой көбіне. Басың істемесе қиын ол. Басың істесе ойнауға болады, мелочь. Қай кездерде құтқарды енді айтшы. Мысалы, ауылға баратқан кезде осыдан 5-6 күн бұрын ақшаны жоғалтып алдым. Жоғалтып алдым емес, ставка тігіп жібергенмін деп айтсай. Ешқандай да тіккен жоқпын. Жоғалтып алдым. Жоғалтып алдым ба, әлде бір жерге қойып есіме шығып кетті ма? Сол кезде осындай проблема болған. Сосын, алло, бөле, қалай жағдай? Жақсы, өзің қалайсың? Иә, кел. Жақсы, аман сен. Әпкемдер қалай? Жездем қалай? Жақсы ма бәрі? Үй іші? Жақсы бәрі. Өздерің қалайсыңдар? Шүкір, жақсы. Бөле саған бір өтінішпен шығып тұр